Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін мен Мақсат Тілеухан. Қазіргі таңда мына Қазақстанда немесе тіпті дүние жүзінде интернеттің қарқынды дамуына байланысты, интернетте жұмыс жасау қарқынды дамуына байланысты, интернет арқылы сөйлесетін адамдармен бізге приложение қажет. Көп адамдар WhatsApp-тың видеозвоногымен, Telegram-мен, басқа да әлеуметтік желілерді қолданып жатыр. Skype-ты қолданады. Тіпті Skype-тың өзі қазіргі таңда мен қазір ұсынатын приложениеға салыстырмалы түрде жете алмайды. Өйткені Zoom приложениесі, мен ұсынып отқан приложение, дүние жүзі қолданып отқан ең керемет интернетте кездесу жасауға болатын приложение. Бұл приложениені сіздер App Store, Play Market арқылы жазып алсаңыздар болады. Ол өте оңай, жазып аласыздар. Одан кейін жазып алғаннан кейін мынандай экран шығатын болады. Регистрация деген кнопкаға басасыздар, өздеріңіздің электронды почта аттарыңызды, стектеріңізді жазып, регистрация жасайсыздар, почталарыңызға уведомление келеді, ішіне кіріп регистрация жасап өтесіздер. Егер пароль қате дейтін болатын болса, забыли пароль деп электронды почталарыңызға сообщение келіп, восстановление жасасаңыздар болады. Мен қазір жай ғана войти в систему деймін, өйткені менің аккаунтым бар. Міне менің аккаунтым бұның ішіне бар. Енді бұл жерде қалай ары қарай бұл приложениені қолдануға болады. Егер сіздер өздеріңіз емес, сіздерді Zoom кездесуге шақыратын болатын болса, онда жай ғана сіздерге жіберген сілтемеге кіресіздер. Егер сіздерді шақыратын болатын болса. Ал егер енді сіздер кіріп, сіздер кездесу жасағыларыңыз келетін болатын болса, ең алдымен не істеу қажет болады? Мінекей, көріп тұрсыздар, жоғарыдан начать, войти, запланировать демонстрация. Егер дәл қазір бірден Zoom кездесуге кіріп кетем десеңіздер, начать деген кнопкаға басасыздар. Начать конференцию, бірден қосылып кетесіздер. Және бұл бірден мінекей қосылды, көрдіңіздер. Ал енді мінекей қосылып тұр. Енді төмен жақта экранда көріп тұрсаңыздар, звук ең астында және видео деген бар. Звукқа өшіріп, егер приложение кіріп, әлі ешкіммен сөйлескілеріңіз келмесе, звукты өшіріп тастайсыздар. Ал егер видеоны өшіремін десеңіздер, мінекей видеоға басасыздар. Кімнің кіріп, кімнің шығып отқанын көру үшін міне участники дегенге басасыздар. Участники дегенге басқан кезде сіздердің участниктер көрініп тұрады. Мен организатор, мен жалғыз адам. Енді адамды бұл Zoom-ға шақыру үшін пригласить деген кнопкаға басам, копировать URL, сосын бұл кімге жібергім келеді, сол адамға жіберсем болады. Одан кейін приложение болып жатқан кезде немесе мінекей мына жерде Zoom кездесу жүріп жатыр, біреу бір нәрсе түсіндіріп жатыр мысал ретінде, бірақ чатқа жазыңыздар дейтін болатын болса, мына участники дегенге басасыздар. Сол жақта астында чаты деген нәрсе бар. Чатыға басасыздар, қалаған нәрселеріңізді жасасыздар. Жібересіздер, барлығы көреді. Мен көріп тұрсың, получатель все деп тұр. Кей жағдайларда адамдар жеке адам тұрады осы жерде, жеке адам емес. Егер толық адамдардың барлығы жібергілеріңіз келетін болса, мына жерде получатель деген жерде все деп тұру қажет. Бұл чаты. Одан бөлек бұл жерде айтылатын нәрсе жоқ. Одан кейінгі айтылатын нәрселердің біріне мына звук өшіріп қосу. Сосын Zoom приложение қосылған кезде конференцияларға міндетті түрде басында звукты өшіріп қосыңыздар. Өшіріп кіріңіздер. Одан кейін неге Zoom приложениесі өте оңай? Өйткені бұл приложениеде көптеген адамдар отыра алады және ешқандай тоқтау, интернетмен завис, яғни завис деген нәрсе мүлде болмайды. Сосын демонстрация экрана деген нәрсе бар. Бұл өте қажет нәрсе. Міне ортасын экранға тағы бір рет басамыз. Совместное использование деген көріп тұрсыздар, соған басасыздар. Кез келген нәрсені жіберсеңіздер болады. Но бізге қажет нәрсе экран. Астында тұрған экран дегенге басатын болсаңыздар, қазір менің телефонымның экранының демонстрация шығады. Мені көрдіңіздер ме? Менің телефонымның демонстрация экраны шықты. Мен мінекей шықты. Енді менің экранды көріп тұрсыздар, көрдіңіздер ме? Мен бұл жерде қалаған нәрсемді көрсете аламын. Мысал ретінде мен өзімнің презентация, мысал ретінде презентацияға кіріп өзімнің жұмыстарды көрсете аламын. Мысалға мына жерде мінекей экранды қайтадан өшірдім, қайтадан мына жаққа кіріп кетті. Қайтадан экранға басам, кірем. Начать. Қайтадан шықтым, көрдіңіздер ме? Мінекей презентация жүріп жатады. Жүріп жатқан жерде мені комментарий жазсаңыздар болады, сызып көрсетсеңіздер болады. Мені көрдіңіздер ме? Мына жерде қағазбен мені артқа қою үшін мені отменить деген кнопкаға басасыздар. Жаңағы мінекей деп көрсетіп отырып презентация жасағанға өте ыңғайлы. Очистить. Выключить комментарий. Енді остановить совместное дейсіздер. Сол кезде қайтадан Zoom приложениеға шақыратсыздар. Көрдіңіздер ме?
қандай ыңғайлы приложение. Одан бөлек кейбір жағдайларда экранда мысалға көп адамдар отырған кезде өзін жоғалтып алады. Мына экранды солға немесе оңға қарай бұрсаңыздар, сол кезде сіздер адамдардың кімнің отырып, кімнің шығып отқандығын көре аласыздар. Одан кейін подробнее деген кнопкаға бассаңыздар, бұл жерде қажет нәрсе жоқ. Совместное. Бұл жерде қажет нәрсе бар ма екен? Бұл жерде де жоқ. Мен сіздерге қазір бірден начать деген нәрсені көрсеттім. Қазір начать емес, міне конференцияны өшірсін, завершить конференцию дейсіздер, выйти емес, завершить. Енді мысалға қазір сағат 10:37 көріп тұрсыздар, кешкі сағат, бүгін сағат 15:00-де кездесу. Запланировать деген кнопкаға басасыздар. Сағатты белгілейсіздер, 15:00 установить до 15:30 дейік мысал ретінде. Одан кейін часовой пояс +6 дұрыс Алматынікі. Идентификатор керек емес, пароль қажет емес. Видео организатора включен при запуске. Өшіріп тастайық. Видео участников включен при входе. Өшіріп тастайық. Басқа ештеңе қажет емес. Готово деген кнопкаға басасыздар. Сол кезде мына жерде ссылка приложения осы жерде. Мына жерде подключиться к конференции деген нәрсені көшіріп аласыздар. Мына копировать. Осы сілтемені қосылу керек адамға немесе командаға жібересіздер. Осы сілтеме арқылы адамдар кіреді. Міне осыны ғана көшіріп алыңыз, басқа ештеңе қажет емес. Болды. Одан кейін былай шығып кете берсеңіздер болады. Міне шығып кеттіңіздер. Одан кейін мысалға 15:00-ге жақындап қалды. Конференцияға начать дегенге басасыздар 15:00 болған кезде. Міне кірдік мысалға жаңағы приложениеға. Мінекей, мен кірдім. Звук қосылып тұр, звукты өшіреймін. Видеоны қостым. Мінекей қайтадан тура сол приложение. Сосын мысал ретінде мына жерде менде микрофон қосылып тұр, микрофонды өшіріп қосса болады. Совместныйдың ішінде басқа да нәрселер, фото, видео, документ жіберсе болады. Оңай, өте керемет, өте күшті приложение. Қолданып үйреніп алсаңыздар, сіздер тек қана осы приложениеден басқа приложение байқамайсыздар. Өйткені бұл приложениенің мүмкіндіктері өте жоғары. Бұл қазіргі қолданып жатқан версиясы, қазір бесплатный версия. Платный версиясының доступтары, яғни ішіндегі жасалатын нәрселер бұдан да жоғары. Бесплатный версиясында 40 минут қана конференция жасауға, 40 минуттан кейін сол сілтеме бойынша қайтадан кірсеңіздер, жалғастыра аласыздар. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан. Zoom приложениесі бойынша пайдалы ақпарат болды деген ойдамын. Егер ақпарат пайдалы десеңіздер, төмендегі видеоға лайк қоюды ұмытпаңыздар ағайын.